Алло, Айлин, мен сен үйіңе барып қонсам болады ма? Өте қиын жағдайда тұрмын. Иә, жаным, айта бер, не болды? Барғанда бәрін түсіндіремін. Бір қоштасудың артынан қиыншылық келді. Қашанға дейін осылай болмақ? Оның үстіне менен кеткім де келіп тұрған жоқ. Бұл маған Алмаспен дос болған сәттерді есіме салады. Балалық шағым. Таңға дейін үйді толық жинап шығуым керек. Барлығын босатайын. Қаншама қызық естеліктерім болған үйді тастап кетуде қиын екен. Бірақ жан құрбым Айлиннің барына да рахмет. Немесе қазір далада қалар едім ғой. Сәлем, Айару, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Қалай жеттің? Білесің бе, өте қиын жағдайдамын. Жүр, ішке кірейік, іште айтып бересің бәрін. Квартира иесі ақшаны төлей алмай жатқаннан кейін түн жарымда үйден қуып шықты. Сонымен саған хабарласып тұрмын. Маған хабарласқан дұрыс болған, құрбым. Сенің үйіңде біраз тұрсам болады ма? Рұқсат сұрамай тұрсаң да болады. Мәссаған, қандай әдемімін. Өзіме қарап көзім талмайды. Өзіме тамсанып отыра берсем, жұмысқа кешігіп қаламын. Аяруды оятайын. Аяру, тұр, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Аяру, есікті кілттеп қалшы. Кетіп бара жатырсың ба? Я, тамағынды дайындап ішіп ал. Өтіп жатқан күндер мен Аяруды әлі таба алмай жатырмын. Күн сайын іздегенмен еш нәтиже жоқ. Бүгін де іздеп көрейін. Оңай беріле салатын мен жоқпын. Табылмай жатырсам да. Нау, Аяру ғой. Аярудың дәл өзі. Мен оған жазайын. Қуанышым қойныма сияр емес. Айлин, сен ба келген? Иә, мен ғой жұмыстан әбден шаршадым. Ұйықтап алсам артық етпес еді. Тамақ істеп қойдым, жеп алып ұйықтасайшы. Жаман шаршадым. Азанда күшті көңіл күймен кеткенді қайтейін. Сен жұмыс таптың ба? Пока таба алған жоқпын, бірақ іздеп отырмын сол. Ей, мынау кім? Мәссаған, маған балалық күнгі досым жазып жатыр. Кәні, кім ол? Кім? Балалық шақтағы досым ақштан қайтып келген екен Қазақстанға. Кездесейік дейді. Бірақ мен қазір әдемі емеспін ғой. Шыға алмаймын. Айтты саған әдемі емессің деп. Әдемісің. Мен бұрын әдем болғам, бірақ қазір емес. Қазір бетім бәрі құртылып, өзім ұсқынсыз болып кеттім. Сен мүмкін шығып бересің менің орныма? Қумашы, пожалуйста. Жарайды, тек сен үшін. Бірақ қазір жатта, ұйықтайық, ертең ертерек тұру керекпіз. Айлин, білесің бе, ол мен ең жақын досым болған. Қазір қобалжып тұрмын. Я, ұйықташы енді. Мәссаған, араға осынша жыл салып ол мені іздеп тапты ма? Шынымен де мені ұмытпаған ба? Так, Айлин, қазір сен бірінші шығасың, отырасың, онымен сөйлесесің. Мен сенен кейін барып отырамын. Сәлем, Аяру, қалайсың? Сәлем. Сен қатты өзгеріпсің, әдемі болып кеткенсің, бірақ бұрында да әдемі едің. Рахмет, иә. Өзің жайлы айта отыр. Көп болды көріспегелі. Мен қоя тұр, сен өзің туралы айтсаңшы, ақшта қалай болды өмір сүруің? Әңгіме соғып отырып кеш батып кетіпті ғой. Ол мені іздеп тапқанмен мені ұмытып та қалған сияқты. Қумашы, мені танымады да. Бірақ бұл түріммен қалай шығам? Қазір деген ұсқынсыздаумын. Ақымақ қыз, ұсқынсызбын деме. Хабарлама келді, көріп келем. Так, кім жазып жатыр екен? Алмас емес шығар бәрібірде. Мен жұмысқа қабылданыппын. Бір жұмысқа стажировкаға шақырып жатыр. Қарашы міне, қара. Сен үшін қуаныштымын, құрбым. Соншама уақыт салып жұмыс таптым. Представляешь? Жарайсың, құрбым, сен үшін қуаныштымын. Так, сәлем, стажер Аяру сен боласың ба? Иә, дәл өзімін. Ендеше соңымнан ер. Вот, видишь, жұмыс қиын емес, үйреніп кететін шығарсың. Рахмет. Енді мен де офиста жұмыс жасаймын ба? Не деген қуаныштымын, редактор болып жұмыс жасаймын еще. Қуаныштымын. Өмірім жақсы жаққа өзгеріп жатқан сияқты. Ұзақ жылдардан кейінгі депрессиядан кейін әрине. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздердің жаңа коллегаларыңыз боламын. Яғни стажермін. Стажер. Егер бір нәрседен қиналсам, сіздерден сұрауды айтты бастық. Иә. Жаңадан келген қызды жақсы сияқты. Қалай бұлай? Сипатташы қалай екен? Түрі жақсы болмаса да характер жақсы сияқты. Мен көріп келемін. Так, стажер сенсің ба? Алмас бұл жерде не істеп жүр? Мен осы жердің бастығы боламын. Жұмысыңды жақсылап атқар. Бұл орынға таласушылар көп, бірақ біз сені таңдадық. Сені таңдап дұрыс қылғанымызды дәлелде. Алмас расында да қатты өзгерген, әдемі болып кеткен. Оның үстіне баяғы ұялшақ бала емес, мені де таныған жоқ. Мінезі де өзгергені көрініп тұр.
Екінші бөлімнің соңы. Қалған әсерлеріңді комментарийға жаза кетіңдер. Және де каналыма тіркеліп алыңдар.